Қауіпсіздік бойынша іс-қимылды бақылау алдында бақылаушы бақылауды өткізетін орында бақыланатын объектінің қауіпті факторларын анықтап, объектіде кімнің қандай жұмыс жүргізетінін нақты түсініп, объектінің құжаттамасын және жұмысты орындау нұсқаулығын зерттеп, бақылауды өткізудің әдістемесін меңгеріп, іс-қимылды бақылау әдістемесіне сәйкес оны дұрыс өткізу мақсатында сұрақтарды дайындап алуы қажет. Бақылаушы процедуралар, жеке қорғаныс құралдары, дене қалпы, қозғалысы, құрал сайман мен жабдық және жұмыс орны сияқты өткізілетін бақылау категориялары бойынша жұмысшылардың іс-қимылдарын бақылайды. Қауіпсіздік бойынша іс-қимылды бақылау Қазмұнайгаз өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестік мұнай базасының автоқұйылмалы эстакадасында өткізіліп жатыр. Өткізіліп тұрған жұмысты бақылау кезінде мен жұмысшылардың іс-әрекеттері қауіпті екенін көріп тұрмын. Және де бұл әрекет жазатайым оқиғаға келуі мүмкін. Менің мақсатым қауіпті іс-әрекетті абайлап тоқтатып, жұмысшылармен сұхбаттасу. Жұмысшылармен сұхбатты ескертуден емес, жағымды жақтан бастау керек. Құрметті әріптестер, өз уақыттарыңызды бөліп, төмен қарай абайлап түсе аласыздар ма? Қауіпсіздік бойынша іс-қимылды бақылау бойы жұмысшылармен қысым тигізбей сөйлесу керек. Сөйлесудің мақсаты жұмысшының көрінетін мәселені жете түсінуі, оны позитивті мәнермен бастау керек. Сәлеметсіз бе? Жаббасов Абай Маратұлы, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау қызметінің басшысы. Осы нысанда қауіпсіздік бойынша іс-қимылды бақылауды өткізіп жүрмін. Сәлеметсіз бе? Мен Арсен Жұмабеков, дәнекерлеуші. Есет Арбаев, дәнекерлеушінің көмекшісі. Сіздің жұмыс орныңыз тазалықта болғаны жақсы. Дәнекерлеу жұмыстарын биіктікте өткізу үшін наряд рұқсат жасалды ма? Иә, жасалды. Дәнекерлеушіге арналған еңбек қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулық бойынша дәнекерлеушінің көмекшісі қорғаныс көзілдірігін қолдану міндетті. Және де бұндай жұмысты жүргізу кезінде сақтандыру белбеуін қолданылуы қажет. Сіздер бұл әрекеттің салдары туралы ойландыңыздар ма? Мен биіктен құлап, немесе көзге тиген ұшқыннан жарақат алуы мүмкін. Жұмыс істегенде қорғаныш көзілдірігін қолданбасаңыз, көзіңізден айырылуыңыз мүмкін. Ал сақтандыру белбеуіне келетін болсақ, бұл әлдеқайда қатерлі. Мен бұның соншалықты қауіпті екенін ойламаппын. Сізге қауіпсіз жұмыс істеуге не кедергі болып тұр? Қорғаныс көзілдірігі мен сақтандыру белбеуінсіз жұмысты жиі өткізесіз бе? Анда-санда болады, себебі құралдар мен жабдықтарды алу үшін қоймаға бару керек. Ал бұл көп уақыт алады. Алтын ережелермен таныс болсаңыз, бүгін сіздер екі ережені бұздыңыздар. Биіктікте жұмыс жасау және наряд рұқсатта белгіленген қауіпсіздік шараларын елемедіңіздер. Ал ең бастысы, өз өміріңіз бен денсаулығыңызға қауіп төндірдіңіз. Келесіде қауіпсіз жұмыс істейтініңізге сенімді бола алам ба? Сіз бізді қатты ойландырдыңыз. Қазір Есет екеуміз көзілдірік пен белбеу үшін қоймаға барып келеміз. Содан соң әрдайым оларды қолданамыз. Мен сіздің жұмыс орныңызды жақсартуға қандай көмек көрсете алам? Бізге жылжымалы құрастырылатын жұмыс алаңшасы мен дәнекерлеу жұмыстарына арналған жаңа қолғап артық болмас еді. Жарайды, бұл сұрақты шешуге жұмыстанамын. Арсен, Есет, өрт сөндіру посты мен өрт сөндіргіштің бары мақтауға лайық. Бірақ алдағы уақытта сіздер жұмысты қауіпсіз орындайтындарыңызға сенемін. Маған уақыт бөлгендеріңіз үшін рахмет. Жұмыста сәттілік тілеймін. Сұхбатты өткізіп, жұмысшылардың іс-әрекеті қауіпсіз болғанына көз жеткізгеннен кейін, бақылаушы бақылау парағындағы ақпаратты іс-әрекет бойынша бақылау жүйесіне енгізе бастайды. Бақылаушы анықталған барлық қауіпті іс-әрекеттер мен жағдайлар, дереу қабылданған түзетуші әрекеттер және оларды қайта болдырмау үшін қабылданған ұсыныстарды тіркеу керек. Сонымен қатар, жұмысшылар тарапынан жасалған қауіпсіз әрекеттерін белгілеу керек. Қауіпсіздік бойынша іс-әрекетті бақылау нәтижесі бойынша мұнай сақтау базасында өткізілетін жұмыстар бұзусыз өткізіліп жатыр. Яғни, қауіпсіздік бойынша іс-әрекетті бақылаудың мақсаты орындалды. Жұмысшы мен бақылаушы арасында кері байланыс орнатылды. Тиісінше, алдағы уақытта кәсіпорында қауіпті әрекеттер динамикасының төмендеуі байқалады.